Рахмет, Ньюсрум, Ераман Талапқанұлы. Қайырлы күн әріптестер, қайырлы күн әкім мырза. Менің бірінші сұрағым, мынау Шымкенттегі водоканал бар ғой, соған қатыстылмақ. Өйткені осы қыркүйек айында осы водоканалдың толық мемлекет еншігіне өтеді деген ақпараттар шыққан болатын. Бұл нақты қашан жүзеге асады және қазіргі кезде қай этапта? Рахмет сұрағыңызға. Бұл да біздің қаламыз үшін маңызды сұрақ болып, мәселе болып табылады. Менің позициям сол айтқан уақыттан бері қарай ешқандай өзгерген жоқ. Стратегиялық нысан ол мемлекеттің меншігінде болу керек толықтай. Қазіргі таңда енді біз толықтай ашып айта алмаймын. Уақыты келген кезде бәрін сіздерге назарларыңызға жеткізетін боламыз. Жұмыстар жүргізіліп жатыр. Одан бөлек жаңа кейбір адамдардың әкімнің өзінің жеке ниет, жеке мүддесі бар, рейдерлік алып қою деген бәрі ол әрине жалған сөз. Енді адамдар өздеріңіз де оны ақ қарасын ажырата жатарсыздар. Жақын арада барлық құжаттар өздеріңіздің назарларыңызға берілетін болады. Ераман. Екінші сұрағым білім саласына қатысты, әсіресе мынау өңірдегі колледждер және университеттерге қатысты. Қазақ айтады ғой, ел болам десем бірінші бесігіңді түзе дейді. Колледждерде білім саласы туралы бұл еліміздің болашағын тәрбиелеуде үлкен маңызды рөл атқаратындығы анық. Бірақ енді жасыратыны жоқ, өңірдегі кейбір колледждерде, университеттерде студенттердің жаңағы жоғарғы балл алу үшін немесе жақсы баға, қызыл диплом аламыз деген ниетпен жемқорлыққа баратындығы белгілі. Оны студенттер көбі бара бермесе де, сол жерде кейбір енді апайлар мен ағайлар сұрайды. Осыған қатысты қандай шаралар қабылданып жатыр және алдағы уақытта қандай нәтиже көре аламыз? Жалпы мен жаңа баяндамамда айтып кеттім ғой, біздің әр жастарға білім, сапалы білімге қол жетімділік жасау, сондай қол жетімділік болу үшін әр қай салада мамандық алам десе, сол салаға барып оқу үшін жағдай жасап отырмыз толықтай. Осы жылы бұл уақытқа дейін болмаған екен. Осы сұраныс болғаннан кейін 285 грант бөлдік. 285 жастарымыз толықтай стипендиясын алады, оқуы төленеді. Сол сияқты жағдайлар жасап отырмыз. Енді әр өзіңіз айтқан мәселе мүмкін бар да шығар, өкінішке орай. Егер нақты факттар болса, оны арнайы сізде айтыңыз, бізге арнайы органдарды да сұрайық, сол мәселемен айналысатын. Негізі тәрбие бесіктен басылады дейтінде, енді жастарымызда оқуға құлшыну керек. Тек қана көп жастарымыздың барып оқымай, өзіңіз айтқандай қызыл дипломды, басқа да жақсы бағаларды жеңіл жолмен алуға талпынатын өздеріңіз жақсы білесіздер. Әрқашан әрине оған мұғалімдер де өздерінің жағынан кінәлі шығар. Бірақ енді бәрін бірдей қаралай алмаймын. Өзіміз де оқушы болдық, студент болдық, ондай мұғалімдермен кездескен жоқпыз. Енді ондайды болдыртпауға әрине жол бермейміз болуына. Рахмет.